Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен реакцияның реттілігін эксперименталды нәтижелер арқылы анықтауды үйренеміз. Бізге мынадай реакция берілген. Метанол хлорсутекпен реакцияға түсіп, хлор метан және суды түзеді. Мұнда хлорсутек реагентінің концентрациясы көрсетілген моль дециметр кубте, және мұнда метанолдың концентрациясы моль дециметр кубте көрсетілген. Уақыт минут бойынша 0-ден 2000 минутқа дейін реакция жүргізілген. Екеуі де бірдей зат мөлшерінде алған, яғни моль сандары бірдей. Сондықтан да мұнда концентрацияларда нәтижелері қарайтын болсақ, біркелкі өзгерген. Бізге тағы да осы нәтижелер арқылы, яғни концентрация арқылы біз бірінші жылдамдықты анықтауымыз керек. Яғни жылдамдық ол концентрацияның уақытқа тәуелділігі, оны мынау концентрацияның уақытқа тәуелділік графигіні сызу арқылы жылдамдықты анықтаймыз. Содан кейін біз жылдамдықтың концентрацияға тәуелді графигіне белгілі бір сызықтың траекториясын сызып, ондағы жалпы реакцияның біз реттілігін анықтайды екенбіз. Яғни бұл тапсырманың сұрағы бізге реакцияның реттілігін анықтау. Бізге қазір берілген мынау концентрациялар, екеуінің де концентрациясы біркелкі өзгеріп жатыр уақытқа сәйкес. Яғни басында бізде ең максималды концентрация болды, 1,84 моль дециметр куб екеуінен алған. Одан кейін 200 минут бойы реакция жүрген. 200 минуттан кейін бізде әр қосылыстан 0,54 қана моль дециметр куб концентрация қалған. Енді соны концентрацияның уақытқа тәуелді графигінде сызып біріншіден көрсетеміз. Мұнда 1,84-те бізде 0-ші минутта, яғни ең алғашында 1,84 болды. 200 минут өткеннен кейін 1,45-ке түсті мұнау. Одан кейін 1,22, 1,04, 0,91, 0,81, 0,72, 0,66, 0,60, 0,56, 0,54. Яғни осылайынан концентрация екеуінігі де бірдей төмендеп жатыр. Енді осыны линиямен қосамыз, сызықпен. Осы сызыққа енді біз жанама түзу сызық сызуымыз қажет. Сызғышты қолданамыз. Мына 600 минуттан кейін бізде шамамен мына нүкте. Осы нүктеге жанама сызамыз. Осылайынан жанаманы сыздық. Енді мына нүктеге жанама сызылды, біз қазір градиентін анықтаймыз. Ол үшін мына нүктеден, яғни жоғарыдан бастап төменге 0-ге дейін айырмашылықты қараймыз. Мына айырмашылық бізде шамамен 1,48 концентрация, яғни 1,48 моль дециметр куб, және мына жақта 2000 минут. 2000 минут. Біздің жылдамдықтың формуласы жылдамдық тең концентрация бөлінген уақыт. Сонда 2000 минутты бөлеміз. Алайда біз минутты жылдамдықта көбінесе қолдамаймыз, оның орнына секунд қолданылады. Сондықтан 2000 минутты секундқа айналдыру үшін 60-қа көбейтеміз. Сонда бізде секунд мәнімен шығады. 1,48 моль дециметр куб, яғни мына жақтан 0-ден мына нүктеге дейінгі, және мына 0-ден 2000-ға дейінгі аралықты алдық. Бұл бізде 2000 болды. Оны секундке айналдырдық, 60-қа бөлдік. Сонда бізде 1,23 көбейтілген 10-5 дәрежесі. Бұл бізде жылдамдық болады. Моль көбейтілген дециметр минус 3 көбейтілген секунд минус 1. Яғни дәл осындай сияқты міне 1,23, яғни секундқа айналдырылған жылдамдық. 600-ші минутта концентрация 1,04 болады. Міне 600-де 1,04 концентрация болды. Жылдамдық минутпен көрсетілген, а мынау секундпен. 1,23 көбейтілген 10-5 дәрежесі. Дәл осындай сияқты 400-де, 200-де, 800-дегі және 0-ші минуттағы градиенттерді анықтайды екенбіз. Оғанда градиенттерді анықтау үшін осылайынан сызықтар, жанама сызық өткізуіміз қажет сызғышпен. Мұнда енді осы берілген уақыттағы және берілген концентрациядағы жылдамдықтары есептелінген. Осы жылдамдықты қолданып біз келесі график тұрғызамыз. Сонда бізде графигімізде мұнда жылдамдықты 10-5 дәрежесі деп шығарып алдық. Моль дециметр минус 3 секунд минус 1. А мұнда
екеуінің, яғни сутек хлориді және метанолдың концентрациясы бірге көрсетілген. Осыған сәйкес енді қазір график тұрғызамыз. 3,83 оның минус 5-і, яғни қай концентрацияда 1,84 концентрацияда 1,84 концентрацияда бізде 3,83 шамамен мына жер болады. Мына нүкте. Келесі концентрация 1,45 болған кезде, 1,45 мына ортасы шамамен 2,43. 2,43 мынаның жартысы. Келесі концентрация 1,22 болған кезде, мына жер шамамен 1,75. 1,75 мына жер. Және концентрация 1,04 болған кезде 1,23. 1,03, 1,23. Мына жер. Және концентрация 0,91 болғанда 0,90. 0,91, 0,90 арасы. Енді дәл осындай ары қарай жүргізе беретін болсақ, біз концентрациямыз төмендеген сайын, ол шамамен, яғни концентрация 0 болған кезде мына нүктеге келуі тиіс. Осы нүктеден бастап мына нүктеге де қосатын болсақ, бізде келесідей сызық пайда болады. Яғни бұл сызық біздің алдыңғы тақырыпта өткенімізде жылдамдықтың концентрацияға тәуелді графигінде егерде осындай сызық сызылатын болса, бұл жалпы реакцияның екінші реттілігін көрсетеді. Реакция екінші ретті. Егерде бірінші ретті реакция болатын болса, онда мынандай түзу сызық болатын еді. Егерде нөлінші реттік реакция болатын болса, онда бұлай горизонталь орналасқан түзу сызық болатын еді. Бұл яғни реакцияның екінші ретті екенін анықтадық. Бұл не дегеніміз? Біз әрбір реагенттің қандай ретті екенін білмей тұрмыз. Біз тек қана жалпы реакцияның реттілігін, жалпы реттілігін анықтадық. Яғни бұнда 3 түрлі вариант болуы мүмкін. Біріншісі жылдамдық, яғни біз жылдамдықтың реттілігінің теңдеуін сызатын болсақ, жылдамдық тең К көбейтілген. Мұнда 3 түрлі вариант, яғни екеуі де бірінші ретті болуы мүмкін. Сутек хлориді және метанол. Немесе сутек хлориді екінші ретті болуы мүмкін, мына метанол нөлінші ретті болуы мүмкін. Сонда біздегі теңдеу келесідей болады. К тең сутек хлориді екінші ретті, мынау бізде нөлінші ретті болатын болса, ол жазылмай қалады, бір ғана саны қалады. Және үшінші вариант жылдамдық тең К көбейтілген. Керісінше метанол екінші ретті болуы мүмкін, мынау бізде сутек хлориді нөлінші ретті болуы мүмкін. Сонда тек қана метанолдың концентрациясы ғана реакция жылдамдығына әсер етеді. Сонда біз бұл эксперименталды нәтижелер арқылы, яғни уақыттың концентрацияның уақытқа тәуелді графигі арқылы біз жылдамдықты анықтадық. Кейін жылдамдықтың концентрацияға тәуелді графигі арқылы біз оның екінші реттік екенін анықтадық. Екінші реттің бірақ жалпы реакцияның реттілігі болғандықтан бізде осыны 3 вариант пайда болады. Осы 3 варианттың қайсысы енді, яғни сутек хлоридінің реттілігі және метанолдың реттілігін нақты анықтау үшін бізге тағы да қосымша ақпарат керек болады. Қазірге, яғни біз жалпы реакцияның реттілігін анықтадық, осымен біздің жауабымыз тамам. Сонымен оқушылар, бүгінгі тақырыбымызды біз аяқтадық. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.